Магазинде сатылып тұрған рулетті өз қолыңызбен жасаңыз. Ең бастысы, бұл өте дәмді және де табиғи заттардан жасалынады, құрамы ешқандай химикатсыз. Дәміне келсек, өте дәмді үйде бар заттардан ғана жасалынады. Алдымен 3 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, миксермен немесе венчикпен 2-3 есе ұлғайғанша араластырасыздар. Оның үстіне какао қопсытқышты салып, жақсылап бір араластырып, массамыздың үстіне 2-3 бөлікке бөліп отырып салып, түйіршік қалмағанша араластыратын боламыз. Массамызды жақсы сапалы противеннің үстіне салып, құйып шығып, қызып тұрған 180 градус пеште 7-8 минут аралығында пісіріп аласыздар. Кремне қаймақ пен сахарный пудраны жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте қыздар пісіп шыққан ыстықтай коржигімізді таза пергаменттің үстіне қойып, дәл осылайынан орап алатын боламыз. Суығанша майлықтың арасында тұрады, бұл бізге формасын сақтап тұру үшін керек болады. Суығаннан кейін арасына кремін құйып, жақсылап сіңдіріп, сосын барып орайтын боламыз. Бетін кез келгенше сәндесеңіздер болады, мен шоколадпен және бананмен сәндеп шықтым. Дәл осылай қонақтың алдына қойып жасасаңыздар да болады. Ең бастысы, құрамы өте таза, үйде бар заттардан ғана жасалынады. Ал баршаңызға ас болсын. Қалай шыққанын әдеттегідей комментарийға қалдырып кетіңіздер.